Сәлеметсіздер ме, құрметті ағайын? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тағы да мына көйлектің жалғасын көрсетпекшімін. Күнделік түсіремін деп сіздерге уәде берген болатын. Соны орындап, бүгін мінекей бұл қазір 69 сантиметр болып тұр. Ұзындығы қазірге тұрған. Мінекей мен 10 жіп қосып бітірдім мына жерден. Және де өткен жолы мен сіздерге айтпай кетіппін. Мына жерде мына екі шетінен бір жіптен мынандай теріс жіп тоқып келе жатырмын. Екі бүйірінен. Мына жағында да солай. Мына жағында да солай. Оң жағынан да, сол жағынан да. Сосын жіп қосқан кезінде мына нені, мына осы теріс жіптің оң жағынан, сол жағынан алып қостым, көтеріп. Енді қазір менің мақсатым енді қолтық шығаруымыз керек. Қолтықты енді мынау жауырынның астынан бір алақандай 7-8 сантиметр төменнен бастаймын. Сосын бұл жерде мен 10 рет жаңағы үшінші жолда қосам жіпті. Сосын соңғы тағы да 5 жіп екінші жолда қосам. Яғни бір жол қосам, екінші жол жүріп өтемін жайтоқ. Сөйтіп 10, тағы да 10 сантиметр қосылады. Сонда бұл тұрқысы сол қосылыспен тағы да ұзындығы көйлектің 80 сантиметрге жетеді. Одан кейін жаңағы жеңін шығарамыз. Ары қарай тағы күнделікті түсіріп сіздерді не істеп жатырғанымды, қалай тоқып жатырғанымды сіздерге айтып, көрсетіп, видео түсіріп тұрамын. Және де жіпті көрсетіп қояйын, тағы да жібім азайып келе жатыр. Енді бұнда бұл жіптің ұзындығы 100 граммда 1,5 метр. Бұл жерде бір мынау шумақта болған 150 грамм. 150 грамм дегеніміз, сонда бір шумақта 2250 метр. Енді осы көйлекке жетеді деп алдым. Енді сынап көреміз, қалай жетер ме екен, жетпес пе екен. Маған да, сіздерге де ол тәжірибе. Енді қолтықты тоқып бастаймын. Қазір сіздерге көрсетейін мен қалай жіпті қосатынымды. Неке мен 2 жол тоқып өттім. Енді жіп қосамын. Неке бірінші бұлай астынан көтеріп аламын. Сөйтіп солға қарай қисайтып тоқимын. Жаңағы бір жіп, жаңағы тігістің жолы, және де енді оңға қарай қисайтып тоқимын. Сөйтіп неке жіп қосылды. Осылайша мен 7 сантиметр тоқимын. Содан кейін барып 3 сантиметр жаңағы 5 жіпті бірінші жолда қосып, екінші жолда тоқып өтіп, яғни әрбір екінші жолда қосып, жіпті қосып, содан кейін барып жеңін шығарып бастаймын. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Менің каналыма жазылыңыздар. Ұнаса лайк басып отырыңыздар. Сау болыңыздар.